Армысыз оқырман, қаламызда халық игілігіне жұмыс жасап тұрған мына ғимараттарды не біріктіретінін білесіз бе? Жадыңызда жүрсін, әртүрлі бағытта жұмыс жасап тұрған бұл ғимараттардың негізін 1966 жылы Ақтоғай ауданы Қызыларай ауылында дүниеге келген Қасымбеков Серік Төлегенұлы қалаған. Серік Төлегенұлы 1983 жылы Қызыларай ауылдық орта мектебін тәмамдаған соң графика факультеті бойынша маман атанды. Кәсіпкерлікке 1995 жылдан бастап ден қойды. 2005 жылы Балқаш жібек жолы жауапкершілігі шектеулі серіктестік ірі құрылыс фирмасын құрды. Сонымен қатар Ақжарық сауда үйін салды. Жол картасы бағдарламасы аясында Балқаш қаласындағы 6 қабатты аурухананы күрделі жөндеуден өткізді. Мемлекеттік бағдарлама арқылы коммерциялық бағыт бойынша 20-ға жуық көп қабатты тұрғын үйдің бой көтеруіне ықпал етті. 2017 жылы Ақерке тойханасының салынуы осы тұлғаның еңбегімен жүзеге асты. 2018 жылы Балқаш қаласының 80 жылдық мерейтойына орай ірі бассейн ғимаратын қайта күрделі жөндеуден өткізіп, заман талабына сай Ақтеңіз спорт кешенін іске қосты. Сонымен қатар, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай бұрынғы құрылысшылар сарайын 270 орындық Ақнұр жекеменшік балабақшасына айналдырған да осы кісі. Бүгінгі таңда жұмысшыларды әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету үшін Қасымбеков қоғамдық қорын ашқан. Қашанда өз ісінен жоғары нәтиже көрсеткен Серік Төлегенұлы тынымсыз еңбегі және ел дамуына қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы президентінің, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы және Ақтоғай ауданы әкімдерінің құрмет грамотасымен марапатталған. Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің құрмет грамотасы және Балқаш қаласының қоғамдық саяси өмірінің дамуына зор үлесін қосқаны үшін қала әкімінің үздік меценат марапатына ие. Қазақстанның құрметті құрылысшысы Балқаш қалалық мәслихатының шешімімен 2022 жылғы 31 тамыз күні Қасымбеков Серік Төлегенұлына Балқаш қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Айта кетейік, қаламыздың дамуына орасан зор үлесін қосып жүрген кәсіпкер Қасымбеков Серік Төлегенұлы ағымдағы жылы мерейлі 60 жасқа толып отыр.